Арекеңнен кейін сөйлейін деген. Қайырлы күн, құрметті қоғамдық тыңдауға қатысушылар. Менің есімім Жусанбаев Ғалымжан Омарұлы. Атырау мұнай өңдеу заводының бас директоры. Келгендеріңізге рахмет. Ел үшін, жер үшін келіп жатсыздар. Оның өзі қуантады. Осынша адам жиналып жатыр. Бекер емес. Біздің қаланың почти ортасында болғаннан кейін енді мен ойлаймын осынша қызығушылық содан екен деп. Сол үшін өзіміздің осы жетіп отқан жетістіктерімізді айтып кетсек, экология жайында. Соны орысша болады ғой да, өйткені мына жерде қарап отырмын, орыс кісілерде бар. Мемлекет тілінде. Мына жерде орыс кісілерде отыр. Санап берейін ба? Неше қазақ, неше орыс санап берейін ба? Санап берейін? Не, Арман, давайте так. Арман, согласно правил проведения общественных слушаний должны вестись на двух языках, да? Арман, дұрыс айтасың. Сол себептен қазақша сөйлесе, онда орыс тіліне аударма болу керек, орысша сөйлесе, қазақ тіліне аударма болу керек, да? Орысша сөйлейін, қазақ тіліне аударма болады. Аударма, онда... Ол заңды, тіл туралы заңды өрескел бұзу бұл. Ол тіл туралы заңды бұзу бұл. Сол қазақша сөйлеңіз, орысша аударсын. Бұл жерде... Кешірім өтіне, мен қазақшаға аударайын. Қазақша сөйлесін, орысша аударыңыз. Бізде Қазақстан Республикасының, кешірім өтіне, қалай, Қазақстан Республикасының конституциясы бойынша Қазақстан елінің шекарасында қазақ тілі де, орыс тілі де бірдей қолданылады. Қате. Ол қате. Бастасақ болады ма? Қазақша. Я приветствую вас на сегодняшних общественных слушаниях в форме открытого собрания на получение комплексного экологического разрешения на период 25-34 года до Атырауский нефтеперерабатывающий завод. Пользуюсь. Мемлекет тілде. Қазақша аудармасын айтып тұрайын. Қазақшадан орысша аудармасын айтып. Құрметті тұрғындары, сабыр сақтайық, ол кісі орысша айтсын, мен қазақшаға переводтап тұрайын. Келістік қой, иә? Келістік қой. Қазақша дайындалып кел, сонда қайтарып ответ етемін. Құрметті қала халқы, ол кісі орысша бір сөйлемін айтсын, қазақша екінші сөйлемін Қазақша. Жақсы, қазақша айтайық, жақсы. Давайте, өте дұрыс. Енді, мына жерде басқа да ұлттың кісілері отқаннан кейін, Нұрекеңмен де орысша сөйлесеміз ғой, Нұреке? Олар білет, қазақша білет. Біледі ма? Болды. Енді менің айтып өтейін дегенім біздің жеткен жетістіктеріміз осы жылға, мысалы бүгінгі күнге дейін біз мына 5200 дана тал ектік. Жаңағы тазалық программасымен таза Қазақстан. Неге? Өсіп отыр, иә? 5200 дана. Енді осы жылда басында біздің экологияға прямой влияние ететін жаңағы жоги потери деген бар заводта. Ол 14,5% болған. Қазіргі күні жоги потеряны біз 8,2%-ке түсірдік. Ол мұнай заттың есептеген кезде айына 30 000 тонна жаңа факелдардан біз нефтепродукт алып отырмыз. Факелдарға жақпай. Осы күнге дейін жағылған факелді біз қазір нефтепродуктқа айналдырып отырмыз. Енді 30 000 деген ойлап көріңіздер, күнде 1000 тоннадан көп алып отыр. Қазір факел жанбай ма сонда? Факел жанып жатқан көріп тұрсыз ба сіз? Сасып отыр ма? Сасып отыр. Енді осы күнге дейін 3 модернизацияны өттік, 19 установка қойылды, бірақ біздің экологияның выбростары өзгерген жоқ. Екінші вопрос, жаңағы суға кеткізіп жатқан мұнай заттары осы бірінші модернизациядан кейін бүгінгі күнге дейін мұнайға кетіп жатқан суға кетіп жатқан мұнай заттары 3 есеге азайды. Енді тағы да ең алдыға қойып жатқан жаңа амбициозный план дейді ғой бізде.
Қазір біз осы завод Оралдан 7 миллион куб су алып жатырмыз. Соны біз қазір инвесторлармен сөйлесіп, научный наукамен кездесіп, содан гранттар алып, өзімізде енді ондай заттарға ақша жарата беруге мемлекеттің ақшасына қол сұға бермей, құда қаласа мына шетелдің экологический гранттарынан суды, Оралдың суын алмай, сол заводтың ішінде скважиналар қойып, сол жер асты суынан алайын деп жатыр. Бірақ ол жер асты суы тұзды болып тұр. Сол тұзды тазалайтын аппаратураға ақша іздеп жатыр қазір, уже келісім бар. Осы ендігі аптада инвесторлар келеді. Сол заводтан шыққан бізде анау Тухлы балкаға жіберіп жатқан суымыз бар ғой. Сол да ол жерде ол су айтып отырмын ғой жаңағы тазалығы 3 есеге түсті. Нефтепродукт және тек оның тұзы көп болып тұр. Сол балкаға жібермей, сол суды тұздан қайттан тазалап, соны қайттан өзіміздің неге установкаға пайдалану. Түсініңіздер да? Ол біздің алдымызға қойылған амбиция. Бұл да экологияға влиять етеді. Болды ма? Жобада бар ма жоқ па? Жоқ, бұл бөлек да. Болу керек ма? Кешендің ішінде болу керек. Біз ол қазір ареке. Бұл қазір біздің енді мемлекеттен ақша алмай, сол международный гранттардан ақша алу тегін. Ол экология. Но қазір болып отыр ғой, Каспийдің суы азайып жатыр деген. Сол неде, сол программамен біз қазір соны пайдаланып, сол гранттардан алып, соны жасайын деп жатырмыз. Қай уақытқа шамалап отырсыз сол грант алатыныңызды? Енді қай уақытқа қазір енді переговорный процесс, енді соны мен бастап отырмын ғой. Енді ондай деген енді гранттарды тегін ақша алып. Сейчас на стадии переговора сіздер сол нені біз сіздерге отчет беріп отырамыз. Қандай переговор жүріп жатыр, біз ашықпыз. Господин генеральный директор, давайте договоримся так. Представители завода. Жоқ, мен жеткен жетістіктерімді айтып, қазақша сөйлейін дейсіздер, орысша сөйлейсіздер. Орысша сөйлей беріңіз. Қазақша. Представители завода, у меня просьба, да, общественный стан сұрақ бергенде сіздер дейтін жауапты спокойно, дауысты көтермей сөйтіп жауап берген дұрыс. Обоснованно. Рахмет. Оны барды деп айтам. Жоқ, мен енді соған енді бізді осы жерде бір қолдап жіберсеңіздер, бұл заводтың қазір көрсеткіштері өте қатты өсіп келе жатыр. Осы күнге дейін бәрін айта берсек, мынада қазір уақытта жетпейді. Бірақ экология жайында осындай жетістіктерге жетіп жатырмыз. Бірақ сіздер қолдасаңыздар, одан да үлкен жетістікке жетеміз деп ойлаймыз. Мына келгендеріңізге рахмет, қолдағандарыңызға рахмет. Сол сөзді Рахмет, Ғалымжан Омарович. 1 минут.